Тоқта! Қайда барасың? Әке, мен кешігіп жатырмын. Асығыспын. Шашының түрі анау жалбырап. Бұл түріңнен полиция мектебіне қалай тапсырмақшын? Сен тіпті ұйқыңнан ерте тұра алмайсың ғой. Темірдей тәртіп болмаса, сенің әскери қызметкері қалай шығады? Әке, мен полицияға тапсырғым келмейді. Мен мұғалім боламын. Сенің атаң да, атаңның әкесі де полиция қызметкері болған. Мен де полиция қызметкерімін. Сен де полиция қызметкері. Сен де полиция қызметкері боласың. Бірақ әке, мен бәрін шешіп қойдым. Музыкадан сабақ беремін. Қазір ешкім мұғалім болғысы келмейді. Әсіресе музыка пәнінен. Тағы да қайталап айтам, менің ұлым полиция болу керек. Бірақ әке. Боссың. Сен оған сонша қаталсың. Кішкене өзіне ойлануға мұрша берсеш. Өз мамандығын өзі таңдасын. Мен оның несін таңдайтын білем ғой. Өмір бойы азын-аулақ айлықпен сол балдар үйінде отырмақшы. Саламатсыз ба? Такси ма? Я, отырыңыз. Менен қанша болды? Жоқ, қой беріңіз, керек емес. Осындай жағдайлар жиі болса ғой. Сіздің есіміңіз кім? Ғазиза. Ернар. Қуаныштымын. Өте. Сіз осында жұмыс жасайсыз ба? Иә. Бұл қандай мекеме өзі? Қарттар үйі. Жақсы онда. Көп рахмет сізге. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Ой, мына дәрілер қалып кетті. Саған не керек? Мен... Жоқ. Неменеге мелшиіп тұрсың? Көзіңді жоғалт бар. Сізбен танысу мен үшін үлкен мәртебе. Біз немене? Танысамыз ба? Сен мұнда не үшін келдің өзің? Мен директорды іздеп жүргем. Онда тура тарта бер. Тұра тұрыңыз. Мені үйретесіз бе? Адам іздеуге ме? Жоқ, сіз сияқты домбырада ойнауды. Тапқан екенсің. Өтінем, сіз мықты шеберсіз ғой. Мен мықты емеспін. Және саған үйрете алмаймын. Бағасын айтыңыз, мен төлеймін. Ей, боқ мұрын. 75-ке келгенде маған ақша керек деп ойлайсың ба? Жоқ, сіз мен дұрыс түсінбедіңіз. Бар, жоғал. Бірақ мен... Жоғал! Сіз өкінбейсіз, мен қабілетті жігітпін. Сен әлі тұрмысың, а? Қабілетті жігіт. Иә? Тағы да сәлематсыз ба? Сізді іздеймін деп адасып қалған сияқтымын. Бір нәрсе ұмыттыңыз ба? Жоқ, керісінше сіз дәрілеріңіз. Иә. Кешірім өтінемін, соған кезде есте сақтау қабілетім нашарлап жүр. Көп рахмет сізге. Оқасы жоқ. Шай, кофе? Жоқ, рахмет, мен кетейін. Тоқтай тұрыңыз, бұл дәрілер мен үшін өте маңызды, сондықтан бас тартпаңыз. Менің орнында кез келген адам солай жасар еді. Сіз негізі немен айналысасыз? Мен мұғаліммін,
музыка пәнінен берем сабақты. Көлігіңізге қарап олай ойламайды екенсің. Сіз сонда адамның киім-киісіне, көлігіне қарап баға бере аласыз ба? Жоқ, о не дегеніңіз? Мүмкін ол менің көлігім емес шығар. Сау болыңыз. Меня выгнали из класса. Не было школы, самый счастливый. Никто никого это. Ата, қайырлы таң. Жағдайыңыз қалай? Шырағым-ай. Жақсылығынан жамандығы, тура жолынан шырағалаған көп мына өмірде. Өзіңді қоярға жер таппайды екенсің. Адамды шайтан азғырған мына заманда періштедей пәк өмір сүру қиыннан қиыны. Өзіңнен де қашып құтыла алмайсың. Өмір деген күрестен шаршайтында кезің болады екен. Бәрінен безіп кеткен келеді. Сол баяғы жападан жалғыз қалпым. Балаңыз әлі хабарласпады ма? Аңсатқан жанды арман, жас болып аққан жанардан, сәбидің бәрі бақытты, бұл үшін жаралған. Не болған сендерге? Ағай, бізді үйден қуып шығады деген рас па? Не? Ондайды кім айтып жүр? Бәрі айтып жүр, бізді неге дүкен салмақшы. Дүкен емес, бизнес орталық. Меніңше, бұнда басқа адамдар тұратын сияқты. Сендердің үйлеріңді тартып алады деп кім айтып жүр? Мен бұны бірінші естіп тұрмын. Мүмкін әзілдеген шығар? Ернар ағай, ересектер біздің алдымызда үнемі шындықты айта береді. Олар бізді іштеген түсінбейді деп ойлайды. Бірақ біз бәрінде түсінеміз. Бұл шындық. Біздің ғимаратты тартып алғалы жатыр. Балалар қайда барады? Ол жағын қарастырып жатсыздар ма? Біз жаңа ғимарат іздеп жатырмыз. Бірақ балаларды бір жерге орналастыру керек. Жартысын басқа балалар үйіне, үлкендерін лагерге жібереміз. Балалар бір-біріне үйренісіп қалған ғой, бір отбасындай. Оларды қалай бөліп жібересіздер? Ернар, әзірге еш нәрсе айта алмаймын. Әкімшілік не деп жатыр? Әкімшілік әзірге жауап берген жоқ. Әліптің артын күтеміз. Не болса да. Ернар, өкінішке орай саған да басқа жұмыс қарастыру керек. Жарайды. Түсіндім. Саламатсыңдар ма? Сәлем, Ғазиза. Жай жүрсіңдер ма? Біз қыдырып жүргенбіз. Мына балдар кімдер? Бұлар менің жиендерім. Жиендерім дейсің ба? Я, көріп тұрсың ғой, бір ғанымыз. Мына екеуі де ма? Бұл балалардың әкесі басқа, анасы да басқа. Ғазиза, мен негізі балалар үйінде жұмыс істеймін. Мұнда не үшін жүрсіңдер? Мен балдарды
болма бұл? Тоқыма. Мен де істеп көрсем бола ма? Неге болмасын? Болады. Ой, сен кімнің немересісің? Адасып кіріп кеттің бе не? Оған тиіспе, орнына қой. Қандай әдемі? Саған ұнап тұр ма не? Иә, балалар үйінде домбыраның үні мұндай емес. Балалар үйі деймісің? Иә, балалар үйі. Әкел бер домбыраны. Отыр. Сен өзің домбыра шерте аласың ба? Иә, шерте алам. Кім үйретті саған? Балалар үйінде музыкадан беретін аға үйреткен. Атың кім сенің? Атым Алихан. Алихан? О, бойдақсың ба? Қалжыңдайым. Ал. Домбыра шертіп көресің ба? Олай болса? Көрейін. Алихан, сен осындасың ба? Біздің мұғаліміміз. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Ой, сен өткенде келген бала емессің ба? Дәл өзі. Сен немене, балалар үйінде музыкадан сабақ бересің ба? Иә. Айтпақшы, осында сізге арнайы сабақ алуға келіп тұрсақ бола ма? Әрине болады. Жарайды, рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңдар. Бүгін олар келеді ме? Иә апа, міндетті түрде келеді. Сіздің мына сыйлықтарыңыз көріп қатты қуанатынына сенімдімін. Бұл балалар бұрынырақ неге келмеген? Бүгін жұма ғой, солай ма? Иә. Қызым мен немерем келетін күн. Мен немеремді осы балалармен міндетті түрде таныстырамын. Қалай қарайсың? Алло, саламатсыз ба, Жанат Бекен? Иә. Мен Ғазизамын ғой, қарттар үйінен. Өткен жолы сөйлескенде жақында келіп кетем деп айтып едіңіз. Сізді Сәуле апа күтіп жүр. Ғазиза, сәлеметсіз бе? Ғазиза, білесіз бе, мен жақында шетелге көшіп жатыр едім. Енді анама бара алмайтын шығармын. Шетелге? Иә. Қалай? Ғазиза аққа сөйлесе алмаймын, кешіріңіз. Қалай? Вам все идет. Қызым мен немерем келеді ғой. Соларды қарсы алуым керек. Ладно. Не болды, көңіл күйің жоқ қой? Әлде домбыраны үйренгің келмей қалды ма?
Жоқ, домбыраны үйренгім келеді ғой. Енді не болды? Мен жұмыс істеп жүрген балалар үйінің ғимаратының орнына бизнес орталық салмақшы. Неге дейді? Иә. Біраз баланы бір-бірлеп әр қалаға таратып жатыр. Біраз баланы директор өзінің үйіне алып кетіпті. Енді 10 шақты бала қалып отыр. Оларды қайда апаратымызды, не істейтімізді білмейміз. Я, қиын болған екен. Ернар, бұлай істесе қалай болады? Сен ол балаларды уақытша осында алып кел. Міне кереует бос. Тағы бір-екі бос бөлмелер бар. Ол заңға қайшы емес пе? Енді ол заңға қайшы бола ма, қайшы болмай ма көре жатармыз. Директормен мен өзім сөйлесем. Және де ол балалармен сен мына қарттарға арнап бір шағын концерт ұйымдастырасың. Болды. Иә, қарттарға да көңілді болады. Жарайды ма? Иә. Барам. Рахмет. Мен барайын онда, иә? Барам. Әке, Ау? бізде, яғни қарттар үйінде, бір айдан соң концерт өткелі жатыр. Соған кім қатысатынын айтсам сенбейсіздер. Кім қатысады екен? Ғалымжан Ерниясовтың өзі. Есіңізде ме біз оның концертіне бардық? Кәдімгі Ғалымжан ба? Қайдан таптың оны? Қайдан несі? Қарттар үйінен? Ол жерде не істеп жүр? Меніңше ол сол жерде тұрады. Қой? Мүмкін емес. Оның үйі бар, балдары бар, немерелері бар оның. Ол сол жерде тұратынына мен күмән жоқ. Мүмкін емес. Шатастырып тұрған жоқсың ба? Ассаламалейкум, Ғалымжан. Ай, амансың ба? Кімнің келгенін қарасаңшы. Қалайсың? Кел, отыр. Шай қояйын ба? Жоқ, шайдан қажет жоқ. Ғалымжан, ешқандай өзгермепсің. Баяғы қалпың. Қайдағы. Сақал шаштың бәрі ағарып бітті. Одан да жалпы жағдайың қалай, соны айтсаңшы. Ай, сен осы жерде тұрып атқаның рас па? Рас. Сенбей отырмын, мен жүрегім ауыр болып кетті. Бұл жер енді менің үйім. Бұл қалай болғаны? Оның қайда? Оның ешқандай кінәсі жоқ. Үйден мен өзім кетіп қалдым. Қалай, әкесі кетіп бара жатса, баласы үндемей қала бере ма? Жарайды енді. Өткенді қазбалағанша өз жағдайыңды айтшы. Не істеп жатырсың? Ұлым ер жетті. Әлі бойдақ, үйленген жоқ. Соны тойын күтіп отырмын. Сен соның үйленгенін күтіп отырмын. Дұрыс. Жамбыл менен Айгүмістің айтысын айтып берейін ба? Атарчыз. Алыстан ат терлетіп келдім тойға, Айгүміс әуелден ақ болдың ойдай. Желегі басылмаған албырт едім, асығыс айтқаным ау кінә қоймай. Ай, бәрекелді. Жамбыл ау жан екенсің, сөзге сораң, жақпады қай мінезім бүгін саған. Ойыңды білділемей білдір айтшы, саласың қандай қол қауым етегі маған. Ауылым жайлап отыр, көксеңгірді, көз сүзіп сіздің жаққа еңсем құрды. Қолыма бір ұстатсаң түсінерсің, томпайған төсіңдегі өртенгірді.
Жамбылау ұстатпаймын, кінә қойма, кетейін қайтып ардан мына тойда. Жақсы сөз жарым ырыс деген бар ғой, әдепті мінездерің жүрсін ойдай. Ой, бәрекелді. Ай күміс амалым жоқ, қош ендеше, кетерлік сыр білдірмей жат пендеше. Атыңды ақ жүзіңдай ұмытпаспын, кеудемнен қашан менің от сөнгенше деген екен дейді ғой. Kırınız. Assalamualaikum. Aleykümselam. Ya tuvaletiniz? Kechiriniz. Biz tanışsınız mı? Men senin әкең Ғалымжанның досымын. Сен бұлай жай ғана балаларды бұнда алып келе алмайсың. Болмайды. Неге? Мұнда тыныштықты қажет ететін жасы келген адамдар тұрады ғой. Ешкім зардап шегіп жатқан жоқ. Қараш қалай қуанып отырғандар. Ғазиза, бұл кісілердің жақын достары бар ма өзі? Негізінде бар. Мысалы, Мұған ата. Осында келген неше жылдан асты. Баласы әлі бірде-бір рет істеп келген жоқ. Тек айына бір рет пенсия түскенде ғана хабарласады. Ал Сәуле апа болса, жақында бұл кісінің немересі қызымен бірге Америкаға көшіп кеткен екен. Үйін сатып, шотындағы бар ақшасын алып кеткен. Енді өзіне қалған тек пенсия ғана. Осы нәрсені қалай жеткізерімді білмей жүрмін. Айта берсең көп қой. Кел. Марат, сен есті азаматсың. Ол қыздарың өсіп жатыр. Әкең Ғалымжанмен онша араласпайтыныңды мен білемін. Ол не дегеніңіз көке? Әкемнің өзі... Сөзімді бөлме. Атана болу деген мінсіз болу керек деген сөз емес. Барлық адамдар қателік жібереді. Ол бізге сабақ болып, ақылды ете түседі. Егерде сен өз әкеңді түсініп, сол қалпында қабылдамасаң, сен онда ол қыздарыңа қалай әке болмақшысың? Ол кісіні мен қуған жоқпын көке. Әкемнің өзі кетіп болды. Тіпті алдына бірнеше ретте бардық. Мына немерелерін көруге де шықпады. Енді мен не істеуім керек? Білмеймін. Мен әкемді өзгерте алмаймын көке. Өзгертудің ешқандай қажеті жоқ, Марат. Оны тек жақсы көруге тырыс. Қасында бол, әке шешені тастауға болмайды. Әсіресе қартайған шағында. Таңда өзіңде. Мен тағы да қайталап айтамын, таңда өзіңде. Қарағым ойда келіп кетіп жүрейік амандасы бай. Өтірі қыз қасы қара шашыңыз майда қоңыр жайдарлы
Ең бірінші бақытым қалқам менің, соған берем ойымның алтын келің. Ол бар болса мен бармын, құмар болмаймын, қымбаттырақ алқымнан нарқым менің. Өзіңізді сағындық әке. Шын ба? Рас. Дайынсыңдар ма? Иә! Кеттік. Жазда апамның ауылына барып едім қыдырып, бір қошақан алдымнан шыға келді жүгіріп. Ақмаңдайлы ай мекен, шекер мекер бал мекен, кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен. Жарайсыңдар. Сенің қандай мұғалім болғаныңды мен өз көзіммен көруге келдім, шырағым. Рахмет әке. Келгеніңізге өте қуаныштымын. Бұл мен үшін өте маңызды. Полиция қызметкері болмасаң да, елге жәрдем беріп жатқаның мені қуантады. Өкініш жоқ өткен жол, өткен күнге біз келеміз шаттанып көппен бірге. Біз жасаған сара жол ұрпақ үлгі, қамқоршымыз кейінге.